Қайырлы күн, Арайлым әпке, кітаптар әлеміне қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Ән сүйер қауымды қуантып, тағы да сыр әлемі атты кітабыңыз жарық көрді. Алдындағы 3 кітаптан бұл жаңа кітаптың өзгешелігі қандай? Бұл алдыңғы кітаптардан өзгешелігі, бұл да енді нотасыменен әндері шықты. Бұның ішіне тек жаңағы сұхбаттар енгізілді. Нақтырақ айтсақ, Базаркүл Қалбыр әпкеміздің алған сұхбаты мен Аман Жайымбетов ағамыздың алған сұхбаты кірістірілді ішіне. Ерекшелігі сол. Керемет. Тіл жеткізбесті ән жеткізері бар дейді қаламгер Ғабит Мүсірепов ағамыз. Ендеше бір ән тыңдай отырсақ? Кеше сол мына сыр әлемі кешінде орындайтын болып едім. Ақын журналист Фатима Жүнісованың сөзіне жазылған "Дүниеде түсінетін бір адам бар" деген әнді кішкене уақыт тапшы болып орындалмай қалды. Енді сол әнді орындап берейін қазір. Бәрекелді. Сен неге жыладың деп сұрамаңдар, сыртымнан жалған сөзді құрамаңдар. Менің де жұдырықтай жүрегімді дүниеде түсінетін бір адам бар. Менің де жұдырықтай жүрегімді дүниеде түсінетін бір адам бар. Сен неге күлесің деп сұрамаңдар, күлкімде жасырынған мұңдарым бар. Ғұмырыма жететін махаббаты дүниеде мені сүйген бір адам бар. Ғұмырыма жететін махаббаты дүниеде мені сүйген бір адам бар. Сен неге жалғызсың деп сұрамаңдар, жалғыздар бұл өмірде сыналғандар. Ғұмырыма жететін махаббаты дүниеде мені сүйген бір адам бар. Ғұмырыма жететін махаббаты дүниеде мені сүйген бір адам бар. Дүниеде мені сүйген бір адам бар. Тамаша, шабытыңыз шарықтай берсін, Арайлым әпке. Шығармашылық кешіңізде қонақ болып қайттық. Жалпы көрермен қауымының көңілі марқайып қалды. Өлеңдер оқылды, әсем әндер әуеледі. Шығармашылық кеш өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Әрине, көңілден шықты. Сол кешті жүргізіп, бастан аяқ жүргізіп отырған өнерде де, өмірде де
менің бауырым болып кеткен жазушы Бақтыгүл Аудановаға мың алғыс айтамын. Бұл жерде енді басты қолдап осы кешті демеушілік жасап қолдаған кісілердің барлығына алғыс айтамын. Мен соның ішінде өзімнің сол Төле би аудандық Тасарық ауылдық әкімі Болатбек мырзаға, сосын Төле би аудандық мәдениет бөлім басшыларына, Әуесбек мырза, мәдениет үйінің директоры Болат мырзаларының қолдауларыменен, сол мәдениет үйінің әншілерінің қолдауымен, филармонияның әншісі Гүлмира Қалыбекова әпкеміз Асан Пердеш келуіменен, сол біраз әншілердің, сол үлкен кісілердің қолдауымен, демеушілігіменен өткен бір кеш болды. Кештің шырайын ашты. Бақтыгүл әпке расында да әсерлі, әдемі жүргізді. Арайлым әпке, Түркістандағы сұхбатымыз есіңізде шығар. Сол сұхбаттан кейін қандай бір жаңа әндер туды? Ол сұхбаттан кейін мендегі дәл қазір есімде тұрған ән Зікра Қожайыптың алғашқы махаббат әні дүниеге келді. Содан кейін осы ең соңғы әндердің. Қай уақытта тыңдай аламыз ол әнді? Ол әнді енді әзірге өзім шығарып дүниеге әкелгенмен, мына осы кітапқа кірді ол нотасыменен. Бірақ әзірге енді жаттап үлгерген жоқпын, бірақ қарап айтуға енді болатын шығар. Орындап жүрмегеннен кейін адам кішкене қысылады екен. Қуаныштымыз, жаңа әндермен қуанта беріңіз. Арайлым әпке, ән көңілдің ажары тағы бір ән болса ма? Иә, ән болса. Жаңағы әнімді мүмкін орындап беремін, или басқа ән орындар мүмкін. Әніміз қайда? Көріңіз өз қалауыңызбен. Жаңа әнді орындамақшысыз ғой? Жаңа әнді орындап көрейін, енді айтқаннан кейін көрейін, тәуекел деп. Сол шығарғаннан кейін орындаған емеспін негізі. Кітаптар әлемінде, яғни алғаш орындалайын деп тұр. Алғаш орындалатын ән, әрі бір жаңадан шыққан ән негізі бұл. Қожайыптың сөзіне жазылған алғашқы махаббат деген соңғы шыққан ән. Алаңсыз мүлде жүредім, балауса жаным дерт көрмей, дірете қалыдай жүрегім, бір дауыл соғып өткенде, елеңдеп тұрған елеген періште пішін аққана, ұнатып қалғам сені мен алғашқы көрген сәттен-ақ, жүректен ыршып бір бола сезімді түлеп түрткендей, көз алдым кеттай болдырып, өзіңнен өзге түк көрмей, бір сәтте естен кетпейсің алғашқы махаббатым, бір сәтте естен кетпейсің махаббатым. Сол сезім жарып бір үшігін, жүрекпен жүрек табысты, алтынай қозғап кірпігін, жұлдыздар шымын қағысты, тарқатып сазбен құмарын, сыбызғы тартты сылы қымбат, біздерге тосып құлағын, қайыңдар тұрды сыртында, өткелден талай өтмейлі, тағдырдың заңы қаталақ, бір сәтте естен кетпейді алғашқы уыз махаббат.
естен кетпесін алғашқы махаббатым, бір сәт естен кетпейсің махаббатым, бір сәт естен кетпейсің махаббатым. Бұл шапалақ көңілді тебірентіп жіберді. Арайлым әпке, Бетховеннің сөзі бар екен, музыка адам жанын жарқындатып, жалындатуы тиіс деп. Енді өзіңіз ақын болғандықтан поэзия мұңмен егіздеп жатамыз. Әндеріңіздің көпшілігінде мұң басым. Біз алдағы уақытта сізді бір көңілді әндермен елестетуіміз мүмкін бе? Онда ойыңыз бар ма? Мүмкін, өйткені менде көңілді әндер бар. Бірақ оны өзім шығарғанменен көбіне менің өзімнің болмысыма байланысты ма аса бір орындай алмаймын. Көңілдірек етіп, өйткені менің бір жанымда жақын осындай бір лирикалық мұңды әуендер өте бір сол жағы жақындау. Жаныммен егіз дейсіз ғой. Бірақ жаңағындай тойдың әндері, жаңағындай секіріп билейтін әндер бар менде де шығарған. Бірақ оны орындайтын әнші керек деп ойлаймын. Өйткені мен өзім ол әндерді орындай алмаймын. Десе де әншілерге ұсынуыңыз мүмкін. Иә, мүмкін. Сәттілік тілейміз. Қазіргі уақытта қандай ақындармен, сазгерлермен шығармашылық байланыстасыз, немесе алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісіп отырсаңыз? Иә, біраз ақын жазушылар, сазгерлермен өте бір тығыз байланыстамыз. Бір-біріміздің шығармашылық кештерімізге барып тұрамыз. Соның ішінде Құралай Сәтмұхамбетова әпкеміз, әрі ұстазымыз өнердегі, әрі тілеулес әпкеміз жол көрсетіп, жөн көрсетіп, тілеулес болып жүреді. Одан кейін Мұқан Байбосынов өзіміздің осы жаңағы Түркістан облыстық, оңтүстік өңірден айтқанда, басқаларын айтпағанда, сол кісілердің де мысалы қаншама танымал әндері бар. Ол кісілермен де тығыз байланыстамыз өнер жолында. Сосын мынау Жетісай қаласынан профессор, құрмет орденінің иегері Бориса ағамызбен де тығыз байланыстамыз. Ол кісі де өте бір өнерді жақсы, жоғары бағалайды. Өнер десе жанын беретін, сондай бір өте бір кісі, ұлы тұлға деуге болады. Ол кісіні де бағалап, құрметтеп, жасының үлкендігіне қарамай, сол кісілер жаңағы мен десе тілеулес болып, кешеде кештен кейін барлығы сол кісілердің барлығы звондап, құттықтап, келе алмағандарын айтып, жаңағындай тілеулес болып жүр. Оның өзі мен үшін үлкен құрмет, үлкен мәртебе. Сол кісілердің жолынан, ізінен қуып жүре берсем, мен де адаспаймын деп ойлаймын. Бақытты жанмын жалпы. Жаңа туындылармен әнсүйер қауымды қуанта беріңіз дегіміз келеді. Сізге жетістіктер тілейміз. Қоңыр даусыңызды тыңдаудан еш жалықпаймыз. Сондықтан тағы бір ән күтеміз өзіңізден. Хабарымыздың соңында. Енді бір ән орындап берейін. Жолдасыма арналған, жалпы осы біраз жыл бұрын шығарған әнім бар еді. Сөзі де өзімдікі. Сен маған қымбатсың деген ән, соны орындап берейін. Аңсаған арманы жүрегімнің, өмірлік мәңгілік тірегімсің. Еліп өзіңді бар жаныммен, ып-ыстық сезіммен сүйемін шын. Өзіңсің асылым, сен ғана ғашығым, бір сені сүйемін махаббатым. Еркелеп үн қатшы, сен маған қымбатсың, күн нұры төккендей шапағатым. Мөп-мөлдір тұнық айдынымның, көк аспан құшағын жайды бүгін. Жап-жарық жүзіңе көзім түсіп, бәрінде ұмыттым қайғы мұңның. Өзіңсің асылым, сен ғана ғашығым, бір сені сүйемін махаббатым. Еркелеп үн қатшы, сен маған қымбатсың, күн нұры
төккендей шапағатын, өзіңсің асылым, сен ғана ғашығым, бір сені сүйемін махаббатым. Еркелеп үн қатшы, сен маған қымбатсың, күн нұры төккендей шапағатын, күн нұры төккендей шапағатын, сен маған қымбатсың махаббатым. Рахмет Арайлым әпке. Аяулы жар, ардақты анасыз, ақын сазгерсіз. Кеше осы кешіңізде қонақ болып жүріп, жолдасыңызды көріп сондай қуандық, қандай мықты азамат, өзіңізге қолдау көрсетіп жүр. Кітаптар әлеміне тілегіңіз хабардың соңында? Жұмысыңа сәттілік тілеймін, мына құрметтеп бағалап отырғаныңа үлкен рахмет. Барша тілеулес, барша жандарға бақыт, шаттық тілеймін. Әр шаңырақта қуаныш болсын. Мына келе жатқан жаңа жыл жақсылығымен келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бай қуатты елде бақытты ғұмыр кеше берейік. Еңбектеріңіз жансын, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Көптен көп, мыңда бір алғыс баршаңызға. Сізге де бағдарламамызға келіп, сұхбат беріп, арнайы қонақ болғаныңыз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Шалқар шабыт, шаттық, бақыт, табыс, ғаламның бар жақсылығын тілейміз. Рахмет үлкен. Ал кітаптар әлемінің қадірлі көрермендері, келесі тікелей эфирде жүздескенше сау сәлематта болыңыздар. Бізде бүгін қонақта болған ақын сазгер, қазақтың талантты қызы Арайлым Саттарова әпкеміз.